Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ дәмді болып шығатын түріктің ачма атты булочкасының рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттардың өлшемін әдеттегідей төмендегі описание бөліміне жазып өтемін. Ең алдымен құрғақ заттарымызды біріктіріп аламыз. Електен өткізілген ұныма, ашытқымды, қантымды және тұзымды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сұйық майымды және де бөлме температурасында тұрған сары майымды қосамын. Тағы да кішкене араластырам дағы үстіне жылы суымды құямын. Жылы суымыз міндетті түрде жылы болу қажет. Қатты ыстық не салқын болмауы керек. Ұнымызды көрсетілген мөлшерден мен біраз бөлшегін алып қойдым. Өйткені әр ұнның құрамы әртүрлі болып келеді. Әр қамырға әр қалай кетеді. Сол себепті үстіне қосып отырамын. Қазір жетпеген ұнды. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болуы қажет. Илеп алғаннан кейін жұмыс столыма да кішкене илеп аламын. Өйткені біздің қамырымыз жақсы ие қанып иленуі қажет. Жақсылап илеп алған қамырымды ыдысыма салып, бетін жауып, көтерілуге 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Мінеки 1,5 сағат өткен кезде менің қамырым өте жақсы көтерілді. Енді осы қамырды илемей, жұмыс столыма ұн себе отырып, осы қамырды столыма төгіп аламын. Илемей-ақ ұзынша қылдырып, шиыршықтап алып, шетінен кесе отырып, домалақтап алатын боламын қамырымды. Сіздер біркелкі болып шығу үшін таразының көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мен үйге жасағандықтан көз мөлшермен бөле салдым. Әрбір бөлінген қамырымды видеода көріп отырғандарыңыздай домалақтап алдым. Және бетін жауып қойдым. Өйткені қамырымыз кеуіп қалуы мүмкін. Ендігі кезекте шетінен алып, кішкене ғана ұн себе отырып, қамырларымызды жайып аламыз. Жайғанда қатты жұқа қылдырудың қажеті жоқ. Орташа жайсақ жеткілікті. Енді осы жайылған қамырдың ортасына шоколадты пастамызды жағатын боламыз. Кез келген шоколадный пастаны қолдансаңыздар болады. Менікі қолдан жасалған шоколадный паста, нутелласын. Оның да рецептісі менің YouTube арнамда бар. Ссылкасын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Шоколадный пастамызды жағып алғаннан кейін қамырымызды шиыршықтаймыз да, қамырларымыз түйіскен жерін шымшылай отырып бекітіп аламыз. Жақсылап бекуі қажет. Және де кішкене айналдырып жіберіп, екі шетін біріктіреміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетіп өтейін, қалай оралуын. Жақсылап бекітеміз. Шет-шеттеріндағы. Мінеки осындай бізде әдемі пішін пайда болады. Енді барлық қамырымызды жасап алғаннан кейін бөлішкелерімізді пешіміздің формасына салып, бір жұмыртқаның жарып араластырып, үстіне жағып шығамыз. Жұмыртқаны немесе жұмыртқаның сарысын пайдалансаңыздар да болады. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз.
әр пештің қызу деңгейі әртүрлі, бақылап отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше.